Жол қауіпсіздігін күшейту мақсатында Маңғыстау облысының автомобиль жолдарының 45 учаскесінде жол қозғалысы ережелерін бұзушылықтарды автоматты түрде тіркейтін Сапарвижн жүйесін орнату жұмыстары толықтай аяқталып, іске қосылатынын хабарлаймыз. Жүйені енгізу жол-көлік оқиғаларының санын азайтуға, қауіптілігі жоғары учаскелерде қауіпсіздікті арттыруға және жол қозғалысына қатысушылардың тәртібін күшейтуге бағытталған. Жол тәртібі Ақтау-Жетібай аралығында 7, Жетібай Жаңаөзен 4, Жаңаөзен Кендірлі 2, Жетібай Жармыш 4, Құрық-Жетібай 1, Ақтау-Құрық 4, Ақтау-Ақшұқыр 3, 43-ші шақырым Таушық 5, Таушық-Шетпе 3, Таушық-Қияқты 1, Ақтау-Форт Шевченко аралығында 11 құрылғы арқылы қадағаланатын болады. Жүйе жол жүрісі қағидаларымен белгіленген жылдамдықты асыру, тұтас сызықты кесіп, қарсы бағыттағы жолаққа шығу, қауіпсіздік белдігін тақпау, сондай-ақ көлік құралын басқару кезінде ұялы телефон пайдалану фактілерін тіркейді.